Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ыстық күнде шерліңізді басатын, өте тез дайындалатын, әрі пайдалы, әрі дәмді 3 түрлі сүтті коктейльдің рецептісімен бөлісемін. Коктейльдер сүттен және жемістерден дайындалады, сондықтан өте пайдалы. Өрік қосылған коктейль. Бұл шоколадты коктейль. Және банан қосылған коктейль. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Сонымен бастаймыз. Ең алдымен кез келген өзіңізге ұнайтын балмұздақты алсаңыздар болады. 150-200 грамм шамасында балмұздақ және 250 мл сүт, салқын сүт және 2 дана жақсы пісіп тұрған банан. Бананды қалауыңызша біреу немесе одан да ұнатсаңыздар, қоюлау болған қаласаңыздар көбірек салуға болады. Балмұздақтың және бананның құрамындағы тәттісі жеткілікті, сондықтан ешқандай тәтті шекер әсел салмаймыз. 2 бананның барлығын осылай қолмен үзіп саламыз. Блендермен немесе осындай арнайы коктейльге арналған құрылғымен жақсылап еземіз. Егер блендер болмаса, шанышқының көмегімен бананды алдымен езіп алып, сонан соң миксермен де жасауға болады. Ең жоғарғы жылдамдыққа қойып, бірнеше секундтың ішінде біздің коктейліміз дайын. Коктейльді стаканға қойып аламыз. Енді екінші коктейльді дайындаймыз. Барлығының құрамы ұқсас болғандықтан сол ыдысқа жасай береміз. Балмұздақ саламыз, 150-200 грамм кез келген. Сонан соң 250 грамм сүт, 1 дана банан. Егер банан болмаса, оның орнына әсел немесе шекер салсаңыздар болады. Және 10 шақты жақсы піскен өріктің дәнегінен тазалап саламыз. Жоғарғы жылдамдықта 15-20 секундтай араластырамыз. Жоғарыда айтқанымдай, коктейль өте тез дайын болады. Өріктен жасалған коктейльдің консистенциясы өзгелерге қарағанда қоюлау әрі дәмі ерекше болып шығады. Енді дәл сол ыдыста келесі коктейльді жасаймыз. 250 мл сүт, аздап банан тілімі және 1 ас қасық толы сапалы какао қосамыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын балмұздақ, 1 ас қасық бал, балдың орнына шекер қосуға да болады. Және қалауыңызша өзіңізге ұнайтын кез келген қара шоколад. Тезірек араласу үшін оны алдымен турап алып, сонан соң қосқан дұрыс. Барлығын салдық, енді араластырамыз. Коктейльдер көп уақытыңызды алмайды, өте тез дайын болады. Осымен 3-ші коктейліміз дайын, оны стаканға құямыз. Және барлығын өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Осымен бірнеше минуттың ішінде біздің коктейльдеріміз дайын. Коктейльдердің құрамы ұқсас болғанымен, оларға қосқан жемістердің арқасында олардың дәмі ерекше дәмді, өте пайдалы. Балаларыңызға жасап берсеңіз де, өзіңізге арнайы жасап ішсеңіз де, сіздерге тек қана қуаныш сыйлайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған салтанат. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымда кездескенше аман сау тұрыңыздар.